Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Бүгін сіздерменен сырменен хачапуридің жасалу жолын 10 минутта дайындалатын рецептімен бөліскелі отырмын. Видеоны ол үшін соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдыменен бізге айран қажет. Айранды кішкене жылытып, ыдысымызға айранымызды және бір жұмыртқамызды, тұзымызды және де қантымызды салып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан соң өңделгіштен өткізілген ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақтау қамыр елейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай осылай жұмсақ қамыр болып шығады. 10 минутқа қойып, сырымызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Сырдан мейлінше созылмалы, жақсысын алсаңыздар, хачапуриларыңыз өте керемет шығады. Оның үстінен бір жұмыртқа мен тұзды салып, араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін, менде илеген қамырым 4 хачапури шығатын болғандықтан 4-ке бөліп алатын боламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, оның көмегімен осылай дөңгелек тәріздес етіп алатын боламыз. Толық құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Барлығын осылай қолдың икемімен дөңгелек етіп, оның көмегімен жайып алатын боламыз. Осылай кішкене дөңгелек етіп жайып, үстіне сырымызды салып, жан-жағын осылай біріктіріп шығатын боламыз. Біріктіруіне мәнді беріңіздер. Жан-жағы ашылып кетпес үшін жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Екінші түрінде көрсетейін. Екінші түрінде осылай жайып, арасына сырды салып, шетінен біріктіріп шығатын боламыз. Жан-жағын жақсылап біріктірсеңіздер, сырларыңыз сыртқа шықпайтын болады. Енді ұнның көмегімен жайменен жайып алатын боламыз. Табаға май құймай, жан-жағын қызартып, екі бетінде пісіріп алатын боламыз. Бірінші беті қызарды, екінші бетіне аударып, осылай қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Өте дәмді, сырдың дәмі де білінбейді. Жегенде өте керемет, отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоны толық қарап, соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.